бассейн, брат. Свобода! Что там? Два? Раз, два, три! Сендер ойлап отырсыңдар ғой, да, Нұрдәулет қазір фан-встреча жасайды, Гусейн екеуі КБТУ жақта деп, да. Бірақ ол үйде ұйықтап отыр. Как хочешь, семейге барып қараңдар. Нұрдәулет. Тұр, бетің жуылу. Ұйқыдан тұр да бетіңді жу деймін бар ма? Не қорқып отырсың? Братым, ысырып қылмашы. Бетіңді жу бар. Өзім жуамын. Тұр да ма? Рахмет. Болмаса өзім жуып берейін екеуіңдікін. Керек емес па? Онда тұрыңдар да жуыңдар. Насчет 3 кім алады, алмаған, короче, алмайды. 1, 2, Братым, шашпа, никогда ондай алмады. Мә барды жуып қойып бетіңді. Жақсы боласың ғой, бар. Что я могу посоветовать вам? Вообще негізі фан-встречаға бармағандарың дұрыс, өйткені думаю, нормально кездесе алмайды, потому что бардым жаңадан бері 2 сағат, 3 сағаттан бұрын сол точкаге барып қарап кеттім, бірақ мүмкін емес, ана жерде ОМОНдар жүр, барлығын былай қойып тастаған жан-жаққа полный милицияны. И ол жерде фан-встреча мүмкін емес. Мен адам білмейтін машинаның ішіне отырып кетіп баратқанның өзінде де уже адамдар деп тапырлап жатыр. Ол жерде ешкім нормально фотоға түсе алмайды деп ойлаймын. Сол себепті нағыласына жатыңдаршы, үйде лучше кондердің астында чипсиларың жеп. Дайректті ашық қылсам 2 сообщение көрдім, короче, көтең ашып отырмайынын көтеріліп кеткеніне дейді. Не, бля, қуасыңдар ма? Көтерілсін, наоборот, одан да биік көтерілсін. Ода емес әңгіме, просто Нұрдәулет, мен ситуацияға қарап айтып отырмын. Мен телефонмен сөйлесіп отырған мен Нұрдәулетпен. И мен подписчиктарым далада тұрып, аяқтар талып бостан бос шаршап қалмасын деп сендерді ойлап айтып отырмын. Ол да істейтін нәрсе, мен де істей аламын барып. Оның дымы жоқ қой онда тұрған. Бір-бірімізге осы күнге шейін поддержка болып келіп, бізді негізі ішіміз тар болса арамызда, біз достығымыз баяғыда уже бүйтіп кететін еді ғой. Ал бізде ондай жоқ семьяда. Негізі бәріміз бірге өткізуіміз керек. Ол жерде, олар жүрген жерде тоже мен де жүремін да ол жерде. Бірақ мен сырттан қарадым да, ең бірінші келіп қарадым да, ең бірінші кетіп қалдым. Потому что қалғандарын да кететін білем да. Сол себепті айтып отырмын сендерге. Ал былай, пожалуйста, барам дейтіндер, бара беріңдер. Тұра беріңдер, 4 сағаттарында, 5 сағаттарында аяқтарың талып түсіп қалсын. Қазір осыдан фан-встречаның үстіне Нұрдәулеттер ұсталып қалатын болса милицияға, түбінде ол үшін кім барады? Оның артынан кім жүгіреді? Оларды шығарып алғанша кім тапитсет? Конечно, мен. Неге? Өйткені сырт жақты маған тапсырып кетті. Нұрдәулет мен артық ешкімге сенбейді. Сол себепті бастарыңызда қара ойды. Фокет. Ал бүгін біз бастаймыз. Мен әлі әлемдеме кезген жоқ. Ты хочешь встречаться? Сегодня фан-встреча в Алмате. Короче, осы жерде жиналамыз, барлығымыз, давай, спокойно, асықпай келіп, суретке түсейік, жолғайық. Давайте все нормально, ұят болмай, спокойно, жақсылап өткізетін болайық. До встречи! Добро пожаловать, брат. Ты хочешь узнать,
шыдап отырып, өйткені мен өзім сіздермен жолыққан жоқпын Алматыда. 2 сағат қалды. Через 2 часа. 2 saat. Al şun! Алматы! Bir жолқымыз келді. Мәссаған, қаншама адам жатыр. 10-шы адам жатыр деп ойламадық. Казахстан, спасибо всем, кто пришел. От души, барлықтарыңа от души келгендер. Нормально, бақылып берді ғой. Салам, пацаны. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Асыздар, жақсыздар ма? Осы кісілер аман болсын. Ассалаумалейкум. Жүгіріп келе жатыр ар жақта. Жүгірме. Там, черный Rolls-Royce. Аккуратно. Кірамай атық жігіттер қазір келеміз, ja? Күтіңдер. Историяны қараңдар. Все. Давай. Қаскелең күлтіғақтыр. Еркек шейтан. Бәрі Мен Қонысбай Алишер, елімізде келеңіш жағдайға бола тұра карантиндік режимді бұзғанымыз үшін барша қазақ елінен кешірім сұраймыз. Мен Болат Сатырадин, осындай карантин уақытысында халықты бір жерге жинағанымыз үшін барша қазақ елінен кешірім сұраймыз. Фан-встреча на свежем воздухе, ничего в этом страшного вообще нету. Господа полицейские, нам что, вообще не жить, что ли? Ну вот, он едет в отделение. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо.
Гусейн! Стоп! Тихо! Тихо! Гусейн, брат!